Оразаны кейбір адамдар ұстағандар, Рамазан айында менің күтетін адамым жоқ. Ауыз ашатын адам жоқ. Әсіресе бұл жиі, яки мысалы бойдақ жігіттерде, студенттерде жиі кездесетін жағдай. Маған ертеңірте тұрып сәресін беретін анам жоқ, ер болса әйелі жоқ, әйел болса күйеуім жоқ. Әйтеуір не керек, жалғыз адаммын, мен ораза ұстай алмаймын деп уәж айтатын адамдар да баршылық. Сол кісілерге айтпақ болғанымыз, егер сіздің тамақ дайындайтын адамыңыз болмаса, өзіңіз дайындаңыз, дайын тамақ сатып жеңіз, әйтеуір денсаулығыңыз болса, ораза ұстауыңыз әлдеқайда міндет екенін ұмытпаңыздар. Себебі ораза адамды қуатпенен нәр алып келеді. Бұл ораза сіздің тамақты ішуіңізден денсаулығыңыз жақсарып, немесе денсаулығыңызға зиян келетін болса, онда бұны жағдайға қарап көреді. Жас ерекшелігі де солай. Үлкен апалар, аталар бұны жиі айтады. Мені жаңағы ораза ұстаған адам үйде бір авторитеті беделі көтеріп кеткен адам болады. Оны бәрі бүйтіп қызметінде жүгіріп жүру. Бұл қате нәрсе. Оразада әркім өз тамағын, өз қызметін өзі жасау керек. Біреуге масыл болмаңыздар. Енді үлкен кісілер, біз әдетіміз бойынша үлкен кісілерге қызмет жасаймыз, бірақ мен оразамын, сен маған қызмет жасап беруге міндеттісің, сен маған осыны қоюға міндеттісің деген ондай нәрсе жоқ. Ұстасаң оразаң өзің үшін. Мысалы, намаз оқығанда адам намаз оқыса, сіздің суыңызды дайындап беру ешкім міндет емес қой. Әркім өз тұрып айтады. Жай намазыңызды салып, тәспіңізді алдыңызға қойып, сіздің құлыңыз емес, ешкім күңіңіз емес. Қаншалықты өзіңіз сол нәрсеге талпынсаңыз, сауабыңыз да соғұрлым көп болады.